Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай керемет ыстық тағам дайындаймыз, яғни салангани дайындаймыз. Керек заттың барлығын төменге описанияға қалдырамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен барлығын жақсылап қуырамыз. Мінеке қазанымызға сұйық майымызды құйдық, қыздырып алдық. Қызған майдың үстіне біз жуамызды салып, осылай қуыратын боламыз. Енді дәл осылай осының үстіне тәтті бұрыштарымызды салып, оны да бір қуырамыз. Сізде сәбіз болса, сәбізді де пайдаланып қуырсаңыз да болады, төрт бұрышты қылып. Яғни онан кейін картопты салып, жақсылап картопты да бір қуырамыз. Енді осының үстіне осылай езілген қызанақты пайдалансаңыздар да болады, болмаса қызанақты турап салсаңыздар да болады. Дұрыс қара бұрыш салдым, жақсылап барлығын араластырып қуырдым. Содан соң осының үстіне біз жаңағы томат басысын пайдаланамыз. Томат басысын салып, оны да бір қуырасыз, себебі қышқыл дәм шығуы мүмкін. Сол себепті қуырамыз. Енді үстіне суымызды құйып, астын жай отқа қойып, қайнатып пісіреміз. Енді саланганидің ішіне салатын етімізді дайындаймыз. Мінеке тартылған етке туралған біздің жуамызды салдық, қара бұрыш, тұзды салып, жақсылап араластырдық. Саланганидің дәл осындай түрін пайдаланыңыздар, езілмейді, өте әдемі, дәмі де әдемі болып шығады. Мінеке барлығын осылай орналастырып алдық. Және де бұл осылай кішкене қолыңызбен тартсаңыз ашылады аралары. Қатты тартпаңыз, сындырып аласыз. Сол себепті екі қолмен жасасаңыз оңай болады. Мінеке біз осы саланганиді кішкене қолымызбен тарта отырып, біз етімізді сопақ пішінге келтіріп, осылай ішіне салып орналастырып алдық. Мінеке бізде қайнап жатыр, бізде картоп пісті. Барлығын жақсылап осылай орналастырамыз, үстіне саламыз. Енді толығымен су құямыз. Содан соң осының үстіне бағанағы 2 дана сарымсақты майдалап турап салып жіберсеңіз болады. Бұл ерекше тағамға дәм беріп тұрады, әдемі болып шығады. Мінеке бір қайнатып, астын отты басып, біз жай отта пісіреміз. Өте керемет болып шыққан, өте әдемі болып шыққан. Мінеке езілмеген, ешқандай жаңағыдай сынбаған, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес етемін. Өте тойымды тағам, тез дайындалады. Және де ірімшіктерді осылай үстіне сеуіп, аз көк сеуіп берсеңіз де болады. Сіздің тағамыңыздың дәмін одан сайын әдемі қылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сіздермен Фариза. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.